Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып normal және model етістіктер. Жалпы ағылшын тіліндегі етістіктер олардың жақтарға және шақтарға сезімталдығына байланысты негізгі екі түрге бөлінеді. Олар normal және model. Normal деп аталатын етістіктер жақтарға қарай өзгеріске ұшырайды, олардың формалары өзгереді және кез келген жақта оларды қолдана беруге болады. Ал model деп аталатын етістіктер жақтарға қарай ешқандай өзгеріске ұшырамайды және олар көбінесе осы шақта ғана кездеседі. Modal verbs деген не? Ол мүмкіндікті, қабілетті білдіретін етістіктер. Мысалға, I can fly. Мен ұша аламын. Мұнда біз can модальді етістігі арқылы ұша алу қабілетімізді білдіріп тұрмыз. Модальді етістіктер сөйлемде көмекші етістіктің рөлін атқарғандықтан міндетті түрде кәдімгі етістіктермен қолданылады. Сондықтан modal verbs ол сөйлемдерде кәдімгі негізгі етістік болып келе алмайды. Олар тек қана көмекші етістік ретінде ілесіп келеді. Ендігі кезекте осы modal verbs көмекші етістіктерінің қолданылу ережелерімен таныссақ. Бірінші ереже. Модальді етістіктен кейін міндетті түрде негізгі етістік келеді. Мысалға, she can type very fast. Ол өте тез жаза алады. Мұнда can модальді етістігінен кейін type негізгі етістігі қолданылған. Келесі мысалы, you should take a nap. Сенің тынығып алуың керек. Ал мұнда should модальді етістігінен кейін take негізгі етістігі қолданылған. Екінші ережеге келсек. Модальді етістіктер барлық жақтарда көпше, жекеше түрде формасын өзгертпейді. Бірақ онда бір исключение бар. Яғни have to сөзін үшінші жақта has to'ге өзгерте аламыз. Мысалға, she has to wear a uniform at school. Ол мектепте форма кию керек. I have to wear a uniform at school. Мен мектепте форма киюім керек. Енді үшінші ережеге келсек. Модальді етістіктер әрдайым осы жақта тұрады. Бірақ кейбір модальді етістіктердің өткен жақта формасы өзгереді. Мысалға, can сөзі өткен шақта could сөзіне өзгереді, may ол mightқа, ал must ол had to'ге және have to етістігі де өткен шақта had to'ге өзгере алады екен. Енді төртінші ережеге келсек, модальді етістіктер болымсыз және сұраулы сөйлемдерде көмекші етістікті қажет етпейді. Мысалға, I can't do it. Мен мұны істей алмаймын. Келесі мысалы, may I use your laptop? Мен сіздің ноутбугыңызды пайдалана аламын ба? Келесі мысалы, what do I have to sign? Неге қол қоюым керек?